Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силерден кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу Манас романын кара сөз түрүндө жазганмын. Бул китептердин баары азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Билим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын чечими менен орто мектептердин программасына Манас эпосун окуп өтүүнү кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен окуучулар үчүн жеңил болсун деп 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып атайын жумуш дептерлерди түзгөнмүн. Азыркы учурда мен бул 3 жылдыктын 2 бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатам жана 1 том романды бүтүп 2 томду жазып жатамын. Мен китебимдин жогорку сапаты жөнүндө далил бар. Былтыр Өзбекстанда жарык көргөн бүткүл дүйнөлүк түрк адабиятынын 100 томдук антологиясы чыккан, түрк адабиятынын берметтери деп. Ошол антологиянын 88 томуна менин Манас романымдын 1 томунун өзбекче котормосу чыкты. Бул китепти которгон белгилүү өзбек жазуучусу акын Рахим Карим. Ошондой эле мен бир топ убакыттан бери ушундай видеороликтерди чыгарып, орус жана кыргыз тилдеринде анда эпос жөнүндө айтып берип, романымдан үзүндүлөр окуп жатамын. Романымдын орусча видео тасмамдын орусча версиясы дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Ал эми мен электрондук версиялар, романдын версиялары мен атайын сайт ачып, epos-manas.com деп ошол жерге кыргызча жана орусча романдарымды коюп койдум. Ким кааласа ошол жерден романдарды сатып алса болот. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн китебимди окууну улантсам. Манастын уруксатына кубанышкан оогандыктар өлгөн аскерлердин талаардан токтоп көмө баштаганда кыргыздарда да бир топ жоготуулар болгону билинди. Алар санын эсептегенде жортуулукка чыккан 200 000 кыргыздан 7 000 жарадар болуп, 17 000 курман болупту. Алар каада салт сактап, көмгөндөн кийин кыргыз ооган аралашып, шаардын ичине барышып, аралашып конуп, тынч жатып алышты. Эртеси күнү эртең менен Манаска катаган элин ооган кыпчак биригип чапканда Алеки уулу курман болгонуна күйүнүп турган эл кошой келип, кайгырганын унутуп, кыргыздардын жеңишине аябай кубанды. Кучакташып көрүшкөндөн кийин баатыр абасына көңүл айтты. Аба, Алекени алдыртып коюпсуз, кайрат кылыңыз. Ушул жылуу сөздөрүң үчүн рахмат, сүйүнүп кетти ичинен кошой. Ушунчалык атактуу баатыр болсоң дагы кайгыны ортоктош болуп, балам боюнча көңүл айтып жатасың. Мени аксакалымды урматтасаң, Кудай иштериңе береке берсин. Ооба, мен орто толук чоң жоготууга учурадым. Кайгылуу башын чайкады. Ак калпакчан, кызыл шепкенчен, кызыл өтүкчөн кошой. Бул Кудайдын берген ак тагдыры. Ал менден баламды тартып алса, ордуна сени берди. Сен 6 айдан көчтү деп укканда, мындан өчүп жүргөн кыргыздар коргоочу келе жатканына дароо чыйрала түштү. Азыр айылың кайда? Манас анын суроосуна жооп берип, эли журтунун кайда экенин айтты. Аябай сонун болуптур. Калың кыргыз журт сага журт, кадамың кут болсун. Келгениң жакшы болду. Кемтигим жаны толду деп кошой каары капасын унутуп, инисин көргөнүнө аябай кубанды. Шаттанган кыргыздар түлкүнүн шаарында арзыганы табылып, ат кунан күндө чабылып,
Bulaklı күнде tartışıp, hurmatlı sözünü айтышып, 2 gün демалышты. Baatır, Кичипейил, Элпек адамдарға жұмшақ сөйлеген Аққұндың мінезіне разы болды. Артық сыншы болған Аққұндың көңіліне де Манас аябай жақты. Айкөл сөздері мықты. Анық Арыстанның өзі Тұрбаева деп ойлаған Аққұн Батырдың жанынан шықпай жүрді. Bir жұмадан кейін Манас ел жұртына қайтуға бұйрық бергенде Аққұн Айкөлге сұрауменен қайырылды. Батыр, балаң бар бі, ұлың бар бі? Айтшы. Қабыл Манас қатқырып күліп жіберіп, кейін баласы жоқ екенін естіп, көңілі қайрадан бұрылды. Қайдағы бала, içinden орылтындай көріп. Yaşım 40'a жетіп қалса да, емдегіше баласы жүрім. 3 аялдың бір өсі төрейді. Уыл түгіл, менде қыз жоқ. Менен ушинтип соксойуп, бул дүйнөдөн жалгыз өтүп кетем бе? Каным, деди Манас. Менде уулум түгүл, кызым жок. Бала десем жүрөгүм жанып, болот кызыл чок. А сендейчи? Тунарык деген уулум бар, жооп берди Акын. Мен 23 жашымда Үндүстандын журтунан катын алып, 2 уулду болдум. Бирөөсү өлүп, барса келмес сапарға жөнөдү. Азыр Тунарыктан бөлөк балам жок, Батыр. Акындын чыдагы Толокай Турбаева башын чайкады Манас. 2 уулду болуп, бирөө кайтыш болупту. Мен перзенттүү боло элекмин. Бирок балалуу болгондор мындай учурда капа боло турганын түшүнүп жатам. Ата-эне үчүн 1 бала болобу, 10 бала болобу, эч айырмасы жок. Баары жакын, сүйкүмдүү. Балдарыңды кимисин жакшы көрөсүң, алардын кайсыны сага артык деген суроо адам үчүн сен кайсы бармагыңды жакшы көрөсүң дегендей кеп. Бармактардын баары адам үчүн керектүү, тең. Балдар да ата-эне үчүн баары бирдей болсо керек. Балаңдан айрылып, арманым толтура турбайбы? Оорултунду Айкөл. Ооба, баланын ызасы үйүтү жаман экен, Батыр. Бир азын чыкпай калгандан кийин Акын Манаска жылмай карады. Бир сунушум бар. Ошону сага айтсам болобу? Айта бер. Бир аз октогон мылтык, кылыч коелу. О дүйнөлүк, акыреттик бололу. Эгерде аялың уулду болсо, сага кызымды берейин. Аялың кыздуу болсун, аны келин кылып алайын. Ушуга макулсуңбу? Манаска сунушумду айттым. Тынчсыздан ойлонду ичинен Акын. Айкөл бул сөздөрүм макул болор бекен? Же мени тоотпостон четке кагабы? Манас дүйнөнү дүңгүрөткөн, Түркістандын баарын алган атактуу батыр. А мен киммин? Мен бар болгону кыргыздарга жеңилип калган оогандын канымын. Айкөл мага жакшы мамиле жасайт бекен? Же жеңилип калып, эми биз менен тең ата болгон жатасыңбы деп шылдыңдап көңүлүмдү оорутабы? Мени бел куда болгонго үндөп жатасыңбы? Каткырып жиберди Манас. Ооба, жеңил жылмайды Акын. Сендей баатыр Айкөл киши менен кудалашсам, неберелерим, чеберелерим жаман адам болбойт. Акын жөнүндө ойлорум туура чыкты. Ыраазы болду ичинен Манас. Куда болууну аябай кичпейдик менен сунуштап, баатырдыгыма, адамгерчилик касиеттериме туура баа берди. Эгерде мени менен кудалашса, бала чакасын, неберелеринин келечеги үчүн жакшы болоруна басым жасады. Буга эмне деп жооп берсем экен? Анын сунушун четке каксамбы, же кабыл кылсамбы? Оогандыктар бизге жеңилип, азыр биз үстөмдү кылып жатабыз. Ошондуктан мунун сунушуна макул болбой, өзүмө даражасы, мансабы боюнча тең келген кишилер менен кудалашканым оңбу? Бир аз ойлонуп, Айкөл башын терс чайкады. Жок,
dedi özüne manası. Bunun tuğra emес, asıl taştan, akıl жештан дейді. Мен мансапқа, байлыққа, бийликке қызықпайын. Бала шақаның келешегін ойласу, аларға жақсы тәрбие беріп, жақсы адам қылу жөнінде ойлану керек. Шариатта атаның ең басты 3 міндеттері бар. Біріншіден, баласының жақсы ене таңдау. Başkaça айтқанда, ата жақсы аялға үйленусіз арып. Екіншісі, баласына жақсы ат қою. Üçüncüsü, balasını adepті, иманды қылып тәрбиелеу. Мен аз келешектегі балама же қызыма татықты жарды таңдашым керек. Егерде өте бай, мансапты, бірақ ақылы тайқы, адепсіз кішілермен құдалашсам, мұның кедергісі неберелеріме тиіші мүмкін. Ардың бары болса да, кейбірлер өзін тайеке, жата жүктің тартып, жаман адамдардан болады. Егерде мен аз тартыпты, ақылды құданы таңдасам, анын ұрпақтары мықты адам болып шығарына чоң ойға түзіледі. Ақындың аябай жақсы екендігін сөздерінен түсіндім. Ошондуктан аны шағын сындырбастан сунушунан мақұл болайын. Жылуу сөздерің үчүн рахмат, Акун, dedi Тажикке қараған Айкөл. Мен да сендей ақылды, данышман адам менен құда болуға мақұлмын. Егерде балдарым, небере чебелерим сендей адепті болсо, бұл дүниеден армансыз өттім. Ордынан тұрған Баатыр сақшысына бұйрық бергенде бақай баштаған 40 жоро ақсақалдар Айкөлдің алдына келді. Туғандар қайрылдаларға манас. Акун хан аябай Баатыр анық жолборс екен. Biz bunu düşündük, cevap verdi Çoroğlu'nun aldına тұрған Аққалпақшан Бақай. Акун мага bir құда болуға сұныш қылды. Деп ойланды ішінен Бақай. Акун аябай қатты жүріс жасап, ақылды күш екендігін дәлелдеді. Ел жұрттың келешегін ойлап, қан күшті өнөктөштү тапқанға әрекет қылып жатқанын қарабайсың ба? Егерде азыр Айкөл менен бел құда болса, Bundan ары оғандықтарға ешкім тиіше албайды. Қорқынышқа қабылған Акун құдасына қайрылса, біз жетіп келіп, арқандай дұшмандың сазайын береміз. Мұндан қорққан башқа елдер Акунға да келе алышпайды. Бірақ бізге мұндайда құдалашу пайдалы. Себебі оғандықтар қылымдарды қаратқан аябай Баатыр берешен халық. Егер даламен құда болсақ, бұлардың қызынан, же баласынан төрілген перзенттер дағы жаман болмайды. Сен не деп жауап бердің? Жылмая сұрады Бақай. Мен мақұлдығымды бердім. Сіздер бұған не дейсіңдер? Ең соңын шешім. Егер де разы болсаңдар, анда Акундай қанды жерек қаратқаныңыз тура келбес. Анын урматына 3000 жылқыны топтап бергілер. Баатырлар мақұл болуш, аш пішімді айтылған жылқыны қамдашып, анын 900-ü тор, 900-ü сур, 300-ü болса, сары жорға болды. Қана 3000 жылқыны қабыл алыңыз, деді Акунға ағалы сақалын сылаған Бақай қырағын. Маға мұнша көп малды емне себептен беріп жатасыңар? Сұрады қуанғаннан, өңі мұрданып кеткен Акун. Бұл сізге берген белегіңіз. Егерде мына қызыл болып, сіз ұлды болсаңыз, аттар қызымызға берген жетіміз болсын. Азыр аскерде жолы өші жүріп, алуыз азырақ болғандықтан, мұны аз да болса көп көріп алыңыз. Егерде Айкөл еркек балалы болып, сізден қызыл атырған болсақ, анда берген малыңыз бата аяқ болсын. Манас Баатыр, мен ойлағандығында март берешен екен, разы болды ішінен Акун. Көрмейсің бі? Маға 3000 жылқыны тартқылады. Мұнда ебеге істіпайлық үшін адамдар қаншалаған жыл іштеп жүрішеді. Айкөл болса, оның келешектегі балдар үшін беріп,
мен жакшы куда тандап алганымды дагы бир жолу далилдеди. Эгерде неберелерим Манастай Берешен, Айкөл болсо, мен бактылуу болом. Эми кыргыздарга оогандыктар дагы оңой журт эмес экенин көрсөтүп, тартиптүү жооп берейин. Аккүн эшикке чыгып, карын астына барып, Манаска 3 жыл жамбы 1000 тонду берди. Кубанып кетти Чынанбакаев. Акын кудабыз бош келбей, ага 3000 жылкы берсек, бизге алтын тондорду тартып улап, жоомарттыгын билдирди. Мында Манас болочоктогу неберелерине жаман таята же чоң ата тандабаптыр. Сен да аябай марттык кылдың, деп элдин ыраазычылыгын билдирди Акынга Бакаев. Жыйнагандарың эч кем эмесин. Кудай сени кудуреттен айырбасын. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силерден коштошомун. Кайрадан жолукканча саламатта калгыла.